құрметті оқушылар, ұстаздар, бүгінгі біздің оқыған құштар мектеп аясында, бағдарламасы аясында 7-ші А класында даланың дара ұстазы атты тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймыз. Оқушылар, тәрбие сағатымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді кішкене көтеріп, өзіміздің оқуға деген құштарымызды ашып, назарларымызды кітаптарға қарайық. Бәріміз бірге қосып, бір-екі шумағын айтып, сосын білімге деген бастау болатын, білімнің адам өміріндегі маңыздылығы, қажеттілігін оятатын тақырып, осы қазақ даласындағы балалардың оқуға деген құштарлығын оятқан даланың дара ұстазы бар. Сол дара ұстазды шешіп көрейік бірге, бәріміз. Sender A harfini yöndünger. A, arba. B harfinde bilesinler. Bolla, balta, et. Manav G harfi. Gül sarı. Yende G harfini yazamız da mene bulay. Onun ortasını bir bölümün paylasak G bolup şıra gelir. Abray Altınsaray. Kім туралы? Бастауыш мектепте бізге таныс қазақ халқының ең алғашқы ағартушысы, қазақ халқының балалардың оқу құштарлығын оятқан біздің ағартушы ұстазымыз, педагогымыз. Жақсы. Сонда даланың дара ұстазы, бүгінгі біздің тақырыбымыз кім туралы болмақ? Өте жақсы. Олай болса балалар, қазір мен сіздерге тапсырма беремін. Яғни Ыбырай Алтынсарин деген кім? Және оның қандай шығармалары бар? Екі-екіден екі бала бір-біріне жарайды. Тапсырма алыңыздар. Қазір мен бейне жазба көрсетемін. Сол бейне жазбаны қарай отырып, қолдарыңыздағы деректер сөйлейді кестесін жұмыс жасатасыздар. Ыбырай Алтынсарин кім? Ол қандай қызметтерде болған? Ыбырай Алтынсариннің күшімен қандай мектептер ашылды? Қазақ мектептеріне арналған қандай оқу құралын жазған? Сұрақтарға жауап берейік. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин ағарту ісімен қазақ мектебінің тарихында өшпес із қалдырған қайраткер. Кел балалар оқылып деп
қазақ балаларын білім алуға шақырып, тұңғыш мектеп салып, оқулықтар жазумен айналысқан ағартушы. Ыбырай қандай қызметтерде болған? Ыбырай қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Әкесі ерте қайтыс болып, атасы Балғожа бидің қолында тәрбиеленеді. Мектепті бітіргеннен кейін 3 жылдай атасының қол астында кеңсе қызметкері, одан кейін Орынбор басқармасында тілмаш болып жұмыс істеді. 1860 жылы облыстық басқарма тарапынан Ыбырайға Орынбор басқармасына Торғай қазақ балалары үшін бастауыш мектеп ашу тапсырылды. Ыбырай осы мектепке орыс тілінің мұғалімі болып тағайындалды. Ыбырай Алтынсариннің күшімен қандай мектептер ашылды? Ағартушылық идеяларымен жігерленген Ыбырай қазақ ауылдарын аралап халыққа білім алудың мәнін түсіндірді. Қазақ жұртшылығына қаражат жинастырып, мектеп үйін салуға кірісті. Оның ұйымдастыруымен салынған жаңа мектептің ашылу салтанаты 1864 жылы 8 қаңтарда болды. Бұл мектептер алғашқыда 14 бала білім алып, мектеп жанынан балалар жатып оқитын интернат ашылды. 1884 жылы Ыбырай Алтынсариннің басшылығымен Қостанайда 2 сыныптық орыс қазақ училищесі ашылды. Сондай-ақ, Ыбырай Алтынсарин жергілікті халық арасынан мамандар даярлауға ерекше көңіл бөліп, қолөнер және ауыл шаруашылық училищелерін ашу үшін көп күш-жігер жұмсады. Ыбырай Алтынсариннің күшімен 1887 жылы Ырғызда қыздар училищесі ашылды. 1890 жылдары орыс қазақ қыздар училищелері Торғайда, Қостанайда, Қарақұтақта, Ақтөбеде жұмыс істей бастады. 1896 жылға қарай бұл оқу орындарында 211 қыз, соның ішінде 70 қазақ қызы білім алды. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсариннің бастауымен Қазақстанда орталық училищелер ашылды. Ыбырайдың өзі Торғай облысындағы қазақ ауылдарын аралап, халықтан қаржы жинап, Ырғыз, Николаевск, Торғай және Илецк уездерінде 2 кластық орыс қазақ училищелерін ашты. Училищелерге мұғалімдер мен оқушыларды тарту жұмыстарымен де айналысты. Ыбырай Алтынсарин қазақ мектептеріне арналған қандай оқу құралын жазған? Ыбырай Алтынсариннің өзі орыс қазақ мектептерінің оқушыларына арнап оқу құралдарын жазды. Бұл оқу құралдары білім алушы жастарға үлкен көмекші құрал болды. Олар қырғыз қазақ хрестоматиясы және қырғыздардың, қазақтардың орыс тілін үйренуіне бастапқы нұсқау деп аталды. Жақсы. Олай болса, балалар, бейне жазбаны мұқият тыңдасаңыздар, қолдарыңыздар бірлікте сөйлейді кестесінде барлығын жұмсап келеді. Барлығын жасадық па, балалар? Барлығымыз жасадық па, өте жақсы. Сонымен қай жылы дүниеге келеді? Яғни балалар, кез келген әдеби қайраткерді, қоғам қайраткерін тану үшін біз өмір жолымен, өмірбаянымен шығармашылығын танысамыз. Жақсы. Келесі Орынборда ашылған қазақ орыс мектебі қай жылы ашылған? Жақсы. Мектеп үздік бітіріп шығады қай жылы? 57 жылы. Жақсы. Орынбордағы шекаралық комиссия тілмаш болып орналасады қай жылы? Келесі. Орал сыртындағы қазақтарға арнап 4 сыныптық бастауыш мектебін ашу қай жылы ұйымдастырылды? Өте жақсы. 60 жылы. Келесі, мектептің қаңтар айында ашылған жылы қай уақытта? 64 жылы 8 қаңтарда ең алғаш рет мектепте ашылды. Жақсы. Қайтыс болған жылы? 88 жылы. Ал қазақ хрестоматиясы жазуға басталған қай жылы? 1907 жылы. Өте жақсы. 1907 жылы. Және де қыздарға арнап салынған 1908 жылы. Орыс тілі тұңғыш мұғалім мектеп қай жылы ашылды? 81 жылы ашылды. Жақсы, өте жақсы, жарайсыздар. Енді балалар, келесі біздің тапсырмамыз топтарға беріледі. Енді негізгі сіздердің жұмыс жасайтын уақыттарыңыз. Біздер Ыбырай Алтынсарин туралы көп нәрсені білдік. Жалпы балалар, Ыбырай Алтынсариннің өмірбаянын, шығармашылығын, мысалы әңгімелерін
жақсы білесіздер деп ойлаймын. Енді олай болса, бірінші топ сіздерге тапсырма осы қазақ хрестоматиясын жалпы мазмұнын ашып сипаттайсыздар. Жақсы ма? Міне, қолдарыңызға бар материалдар, ақпараттар біздің қолымызда. Қазақ хрестоматиясы кім туралы, не туралы, кімге арналған? Жақсы. Екінші топ сіздерге бізде қандай ертегі шығармалар білесіздер? Естеріңізде ме балалар? Естеріңізде жоқ па? Қара батыр ертегісі бар, Абылай Алтынсарин. Сіздің топ, екінші топ, сол Қара батыр ертегісін сипаттап сізге өнерлеріңізді көрсетесіздер. Қазір балалар шығатын түсіндіріп, міне қажетті құралдар, қолдарыңызға дайындалыңыздар топ. Келесі, үшінші топ сіздерге қуыршақ театрын қояп, кішкентай ғана көміс қоямыз. Міне сіздерді қуыршақтарыңыз, қолдарыңыздар. Сіздер бай баласы мен жағы баласының шығармасын білесіздер, әңгімесін сол әңгімесін. Асан Үсен туралы білеміз ба? Ауылда табу болған оңай болды. Әкесінің аты. Жақсы, сіздерде екі персонажымыз Есен, Ерас, қандай қосыла бересіздер? Асан Үсен туралы. Қай тұрғанын таңдайсыздар? Қайсын таңдайсыздар? Сенің қылықтары өте дұрыс болды, яғни ол қиындықты көрген жөнінде ақылды бала деп санауға болады. Ал сен бардың баласы болғандықтан ол ешқандай қиындықты көрмей, барлығын өздеріне үйретіп ақылды бергенсің, ешқандай сөз өсті. Өте жақсы. Жақсы, олай болса балалар ойларыңызды түсіндім. Белсенді қатысқандарыңызға рахмет. Жарайсыздар. Жақсы, олай болса енді бала біздер бүгінгі тәрбие сағатымыздың аяғына жақын қорытындылайық. 3Q деген әдіс, яғни не қиын болды, не қызық болды және не ұнады. Балалар әр топта бір-екі оқушы ойларыңызды білдірсеңіздер. Жақсы. Қай топ бастайды? Ислам бастайды. Не қиын болды? Жауап береді. Не қызық болды? Қызық болғаннан бастайтын болсам, түрлі көріністер қойдық. Қуыршақтарды түрлі шығармалардан өзімді кішкене қойып, өзімізге түсіндірдік. Жақсы, келесі. Не құнды болды бұл жерде? Қандай өзіңе құнды қасиет алдың бұл жерде? Қажетті. Осы Абылай Алтынсарин шығармасында. Достыққа да болды. Достыққа, шыдамдылық. Қандай дос болсын, ол әрбір жерде бір-біріне көмектесу керек. Жақсы. Аға, сізді тыңдап. Не қиын болды, не қызық болды, сіз қалай? Маған қиын болғанда, ештеңе қиын болған жоқ деген ойдамын. Жақсы, ал маған қызық болып өткені, балалардың көріністері қызық болды маған. Рөлге жақсы ойнады, өзіме ұнады. Жақсы. Не құнды болды? Маған құнды болғаны қандай жаңа шыдамдылық, достыққа берік болу, қиын жерлерде ешқашан не істемеу, ерте берілмеу, ісінің соңына дейін бару, сол құнды болды. Мақсатқа мұратқа жету білесіз. Өте жақсы, рахмет. Біздер бірінші жұмыс бойынша қазақ хрестоматиясы қандай маңызы бар осы біздің өмірімізде, қандай балалар мысал әңгімелері бар, қандай құндылығы бар екен, соны танысып отырайық. Бірінші топ келе қойыңыздар. Қазақ хрестоматиясы біздерге таныстырады. Қалған екі топ назар салып тыңдап жүрейік. Тыңдайық. Қараңыз барлығын балалар. Қазақ хрестоматиясы 1890 жылы алғаш болып шықты. Ол 4 бөлімнен тұрды. Кейіннен оған ұсақ әңгімелер, мақал-мәтелдер кіреді. Қазақ хрестоматиясында үлкен кісілер туралы әңгімелер
және әртүрлі өлең жырлар кіреді. Хрестоматия бізге мәліметтерді, ертегі әңгімелердің барлық толық нұсқасын алуға және де біздің көп нәрсені білуге көмектеседі. Және айтамыз, қай жылы жарық көрді бұл қай жылдан бастап қолға алынды жазылып, 1906 жақсы бала, қазақ хрестоматиясы туралы сұрақтарыңыз бар ма? Негізгі 4 құрылымды қамтамасыз етеді, сол туралы сипаттап жазылады. Жақсы, отыра қойыңыздар. Рахмет. Келесі топ бізде Ибрай Алтынсарин Қарабатыр ертегісі. Келесі, бір минут. Енді балалар, мен басқа топ болып отырмасын деп, біздерде Ибрай Алтынсариннің Қарабатыр ертегісі шығармасында балалар, шығармашына композициялық талдау жасайсыздар. Қалған осы отырған 2 топ мұқият екінші топтың жұмысын, көрінісін тамашалайсыздар және мына композицияға талдау жасайсыздар. Түсініңіздер ғой, иә? Жақсы. Қай топ мұқият зер салып тыңдайды екен? Кел, олай болса, келе орында екінші топ. Балалар, Қарабатыр ертегісі. Қарабатыр деген ерді бала күніне түрікпен елінің жортуылшылары ұстап алып, еліне апарған соң қой бақтырыпты. Аш, жалаңаш шақтап, жөнді тамақ бермеген соң бала қойдың далада сүтін сауып ішіп, сонымен күн көріп жүріпті. Бір күні бала далада қамығып жылап отырғанда алдына бір қарға келіп тұрады. Бала қараға айтты. Қарғалар-ау, қарғалар, қанды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, бізге елді барсана, сағынып жүрген кеме тұмарын беріп кел қазан.